Қазақ халқы үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете отырып, жетімін жылатпай, жесірін қаңғыртпай ұрпағына үлгі ете білген. Сонау тарих түбінде терең бойласақ, өткен заманда қазақ даласында еш уақытта жетімдер үйі, қарттар үйі деген ұғымдар болмаған. Ал қазір жағдай мүлдем басқа. Заман ағымына қарай, адамы да сондай болмақ деген ұғымға бойлайтын болсақ, көзіңе еріксіз жас аласың. Бұл дегеніміз қоғамымызда бұндай мекемелердің көбейіп кетуі әр баланы ойландыруы тиіс. Осындай мақсатпен Өскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушылары қарттар үйіне барып, «Қарттарым асыл қазынам» атты мерекелік концертін ұйымдастырып, қарттарға көңілді күй сыйлап қайтты. Концерт барысында 11-ші сынып оқушылардың күміс көмей әншілері ән салып, бұрымды қыздары мың бұралып би көрсетсе, домбыраның шегін тарқатып күйшілер қазақтың құлақтан кіріп бойдалар күйімен көрермендердің көңілін аулады. Отырған қариялардың көздерінен қуаныштың сыры көрініп, ризашылықтарын батасымен жеткізді. Вы показали нам замечательный концерт. И самое главное, что вы приехали к нам, бабушкам, молодые люди. Мы подняли себе настроение, глядя на вас. Концерт аяқталған соң оқушылар қарияларға арнайы жинаған көркем әдеби кітаптарын сыйға тартты. Оқушылар сыртқа шыққаннан кейін көңілдері босап, келешекке өздеріне сабақ ала отырып, қашанда қайырымды іс жасауға, қол ұшын беруге әзір екендерін түсініп, мектептің ұйымдастыруымен қарттар күніне арналған концертіне қонаққа шақыруды жөн көрді. Ата-апалар шақыруды қуана қабыл алып, мектепке келіп қайтты. Мектепке келген қонақтарға әдемі дастархан жайылып, сый-сияпат көрсетілді. Осындай шараға қатысқан әрбір оқушы игі іс жасау арқылы өзгелерге жақсылық сыйлаудың не екенін білді.